Биыл атақты жер танушы, кен танушы, геолог Қосым Пішембаевтың туылғанына 175 жыл. Атаулы датаны мерекелеу шаралары қаламызда басталып та кетті. Кеше Қосым атаның аты берілген Екібастұздағы тау-кен техникалық колледжінің қабырғасында тастың тілін түсінген қазақ тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Біздің қазақтың көрнекті жазушылары Қалмұқан Исабаев және Сайлау Байбосын қазіргі кезде көп зерттеп жүрген Қосым Пішембаевтың тек қана енді жай адам емес екен, Алланың назары түскен кенші, тума, бір туар талант екенін танытып өткен өздерінің шығармаларында. Сондықтан да жас ұрпақ Қосым Пішембаевтың кім екенін білулері керек. Біздің мақсатымыз Қосым Пішембаевтың бір туар талант иесі, жан-жақты адам, отанына сіңірген еңбегінің зор екенін білдіру балаларға. Шара барысында Екібастұз көмір кен орнының пайда болуына тікелей ықпал еткен геологтың өмірбаяны туралы ақпарат айтылып, еңбек жолына шолу жасалынды. Осындағы бірінші курс студенті Зарина Қабашева Пішембаевты зерттеп жазған ғылыми жұмысынан үзінді келтірді. Қосым Пішембаев ерекше жаратылған, ұстану мен талғамы ешкімге ұқсамайтын дара тұлға болған дейді. Өзі аңшы, тылсым табиғат тілін терең ұғына білгендіктен дала кезіп ел аралауға жаны құмар болды. Сондықтан да оны ел арасында кезбе деп те атап кеткен. Міне, сол кезбе адам 1867 жылы қазіргі Екібастұз қаласының Тұздыкөл маңайынан тас көмір кен орнын тапты. Дөңгелек үстелге Қосым атаның ұрпақтары арнайы шақырылыпты. Қосымның інісі есімнен тараған Амантай ата өз естеліктерімен бөлісіп, қызықты сұхбат жүргізді. Керекуден келе жатыр да, келдігін естігенім, бұл түйемін сөгер, ұңғы түйемін жүретін, түйе жайды, баяғы ұңғайға көнет, шоқтын қоят жатып, күн ыстық су демалып отырса, мына суырдың әне жатқа қой. Ақыры су бұл сөз жаңа кезбе дейдің, кезбе адам, дала кезбен кісі қой аңшы адам. Суырдың қыс болғанда күзді суырынан тазалайды, қысқа дайындалады. Қараса қарағымда қойылмаған шығып атыр дейді әлгімнен. Қасында тұр ғой. Содан әлгім оны алып, шынымен бейтіп күйдіріп отырса, әлгі жанат дейді. Жанғаны түтіні тезектің түтіне біз көп. Өй, мұның жанатын тасып, міне әкел бермен мұнан түгіл, жинап әлгі түгіл, торбасына сабақ той іздегенге сұрағы мұна маған дәл келді деп. Табылушы шәднетін айтып отырмын. Салып апты дейін бұған енді, сардалаға неміне белгі салам. Соғана өзіңге әдей соққан ғой, тұздың өнді тұз аламын деп. Ел жақта тұз қат қой. Содан үйге алып бара жатқан екі тұзын, енді келсем таба алмаймын мен бұл жерді деп. Айтысы енді естім. Екі тұз сөзге қойып кетті, енді айналып келсем мен сені осыдан тауып аламын деп. Амантай атаның әңгімесін ұйып тыңдаған жастар Екібастұз кен орнының ашылуындағы Қосым Пішембаевтың рөлін жіті түсінді. Тарихи деректердегі түрлі нұсқалардың айтылып жүргеніне қарамастан, қара алтынды тапқан Қосым ата екенінің дәлелі жеткілікті екені айтылды.